Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қандай кәсіби мерекелер бар? Оқу мақсаты зерттеулер негізінде кәсіби мерекелердің тарихын шығармашылық түрде танысу. Балалар, сендерге бұл тақырып және осы тақырыпқа қосымша материалдар алдын ала үйде өзіміз оқып танысуға берілген болатын. Демек біз қандай кәсіби мерекелер бар, қандай мамандық иелері бар екенін білеміз. Сондықтан да бүгінгі біздің сабағымыз бекіту жұмыстарына бағытталған болады. Балалар, олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Балалар, біздегі теміржолшы, ұшқыш, құрылысшы, электродәнекерлеуші, фотограф мамандардың халыққа қандай қызмет жасайтынын білесіңдер ме? Бұл мамандықтардың қандай техникалық жетістіктерге байланысты пайда болғанын айтамыз. Осы аталған мамандықтар қазір бар ма? Тамаша балалар, дұрыс айтамыз. Бізде жаңа техникалардың пайда болуынан бізге жаңа мамандар қажеттігі туындады. Адамдарды тасымалдайтын бізде түрлі пойыздар шықты. Ал бұл пойыздарды жүретін бізге теміржолдар керек. Ал теміржолдарды жасайтын теміржолшылар, дұрыс айтамыз. Яғни бізде пойыздар адамдарды тасымалдап халыққа қызмет етеді. Иә, балалар, ұшақтың пайда болуынан бізге ұшқыш мамандығы қажет болды. Дұрыс. Біздің естелік суреттер қалу үшін, қуанышты күндерімізден естелік болу үшін бізді суретке түсіретін фотоаппараттар пайда болды. Өте жақсы балалар. Ал осы бізді суретке түсіретін фотоаппарат пен фотографтар мамандықтары пайда болды. Өздерін білетіндей балалар, қазір біз барлығымыз үлкен көп қабатты ғимараттарда өмір сүреміз. Ал бұл ғимараттарды өздерінің айтып отқандай құрылысшылар соғады. Тамаша балалар. Міне, бізде осындай техникалардың да пайда болуынан жаңа мамандықтар да пайда болған екен. Қазіргі кезде балалар бізде робот жасау мамандығы пайда болып жатыр. Яғни робототехника мамандығы. Бұл бізде болашақтың мамандығы болмақшы. Балалар, ал енді біз келесі тапсырмаға назар аударамыз. Балалар, біздің тақырыбымыздың өзі қандай кәсіби мерекелер бар дегенде, қалай ойлайсыңдар? Осы кәсіби мерекелер бізге қажет пе? Кәсіби мерекелер не үшін қажет екен? Біз бұны кластер құру арқылы жауап беріп көрейікші. Тамаша балалар. Яғни кәсіби мерекелер өз кәсібінің маңызын сезіну үшін қажет екен. Үздіктерді анықтау үшін, марапаттау үшін дейді. Тамаша балалар. Өзіңді бір тұтас команда мүшесі ретінде сезіну үшін қажет дейді. Тамаша. Және де өз салаңдағы табыстар мен жетістіктерді білу үшін қажет дейді. Өте жақсы балалар, бәрекелді. Бір-бірімізді қошеметтеп қояйық. Кластерді өте тамаша құрдық балалар. Енді балалар, өздерің білетіндей, бізде кәсіби мерекелермен бірге бізде мемлекеттік мерекелер бар. Енді қалай ойлайсыңдар? Осы кәсіби мерекелер мен мемлекеттік мерекелердің
ұқсастығы немесе айырмашылығы бар ма? Бұл тапсырманы орындау үшін біз мемлекеттік және кәсіби мерекелерді салыстырып, мына сызбаны толтырамыз. Мерекені өткізудің мақсаты не дейді? Яғни, мемлекеттік мереке мен кәсіби мерекені өткізудің мақсаты неде екен? Бұл мерекені кімдер атап өтеді екен? Және бұл мереке ресми болып саналады ма? Бұл мереке күндері, демалыс күндері беріледі ме? Осы кестені орындаймыз, балалар. Тамаша. Толтырған кестелерімізді оқып шығайық. Өте дұрыс айтамыз. Мемлекеттік мерекені өткізудің мақсаты тарихи құндылықтарды дәріптеу, ұмытпау дейді. Дұрыс айтамыз. Және бұл мерекені бүкіл халық болып тойлайды. Өте дұрыс. Бұл мерекелер бізде ресми мерекелер. Және бұл күндерге демалыс күндері берілген. Тамаша, балалар. Ал кәсіби мерекелер мақсаты неде? Яғни, бұл мерекенің мақсаты өз кәсібінің маңызын сезіну үшін қажет екен. Мақсаты да осыда екен, балалар? Өте дұрыс айтамыз. Бұл мерекені кімдер атап өтеді? Сол саладағы қызмет жасап жүрген қызметкерлер атап өтеді. Бәрі келді. Бұл күндерде демалыс күндері берілмейді. Жарайсыңдар. Кестені өте тамаша орындадық. Балалар, енді біз қандай мерекелер бар екенін барлығын білеміз. Келесі біздегі тапсырма ақиқат немесе жалған. Яғни сендерге бұл тапсырманы Kahoot бағдарламасы бойынша орындайсыңдар. Ол үшін астындағы көрсетілген сілтеме бойынша өтеміз. Ол жерде сендерге мамандықтардың түрлері берілген. Сол мамандықтарға берілген мәліметтер ақиқат па немесе жалған ба? Ал балалар сілтеме арқылы тапсырманы орындауға көшеміз. Тамаша, балалар. Бұл тапсырманы да өте жақсы орындадық. Яғни мен кім қалай орындаған барлығын көріп тұрмын. Яғни 20 қараша ұлттық валюта күні. Әрине бұл жалған, балалар. Ұстаздардың кәсіби мерекесі алғаш рет 1995 жылы тойланды. Әрине бұл, балалар, бізде ақиқат. 18 мамыр шекарашылар күні дейді. Әрине, 18 мамыр күні шекарашылар өздерінің кәсіби мерекесін атап өтеді. Келесі, металлургтер күні мемлекеттік мереке. Бұл жалған, дұрыс, балалар. Себебі металлургтер күні ол бізде кәсіби мереке. Өте дұрыс. Робототехника маманы болу үшін математика пәнін терең білу керек дейді. Әрине бұл жалған, ақиқат, балалар. Біз роботтарды құрастыру үшін бізге математика пәні ең негізгі пәндердің бірі болып саналады. Кеншілер мәшине жасаумен айналысады дейді. Әрине бұл бізде, балалар, жалған екен. Кеншілер бізде мәшине жасамайды. Мәшине жасаумен кімдер айналысушы еді? Дұрыс айтамыз. Мәшине жасаушылар. Және олардың да өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтетін күндері бар. Өте дұрыс, балалар. Яғни біз сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Біз
қандай кәсіби мерекелер бар екенін білдік. Және де біз кәсіби мереке мен мемлекеттік мерекелердің қандай айырмашылықтары бар екенін ажырата білеміз. Жарайсыңдар балалар, бәрі келді. Сонымен балалар, сендер кәсіби мерекелер не үшін керек екенін және кімдер үшін маңызды екенін білетін болдыңдар енді. Енді балалар, бізде рефлексия. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алғандарыңды суреттейтін смайликтерді таңдап чатқа жібереміз. Тамаша балалар. Барлығымыз бүгінгі сабақты өте жақсы тапсырыппыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.